Сәлем достар, сіздермен Айзада. Бүгін сіздермен сырный шарики жасайтын боламыз. Ең бірінші екі жұмыртқамызды жарып, ақ уызын бөлек алып, ішіндегі сарысын алып тастасаңыздар болады. Холодильниктеріңізге салып қойыңыздар. Ақ уызымыздың үстіне шым тұзымызды салып, миксеріміздің көмегімен жақсылап 5 минуттай араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай пена пайда болады. Ыдысымызды төңкерсек те ол төгілмейді. Одан кейін сырымызды алып, үкіштің көмегімен жақсылап үгітіп аламыз. Мінекей біз сырымызды үкіштен өткізіп алдық. Оның үстіне ақ уызымызды біріктіреміз. Және екеуін кішкене араластырып болғаннан кейін бетіне кішкене ұн саламыз. Оның үстіне 10 грамдық қопсытқышымызды біріктіріп салатын боламыз. Барлығын біркелкі қып венчигіміздің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен барлығын біркелкі қып біріктіреміз. Барлығын біріктіріп болғаннан кейін алақанымызға салып, домалақ пішін жасайтын боламыз. Барлығын домалатып болғаннан кейін панировочный сухаригімізді бетіне себеміз. Және барлығын біркелкі қып ары-бері аунатамыз. Аунатып болғаннан кейін қызып тұрған майымызды барлығын пісіріп аламыз. Майымызға салғаннан кейін ары-бері осылай араластырып отырамыз. Мінекей достар, біздің сырный шарикіміз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Әсіресе балаларыңызға дайындап берсеңіздер болады. Егер де менің рецептім ұнаса, маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.